телефондағы жадысы бітіп қалды ма, өзіңіз тоқтады, ары қарай кетеміз. What does she do every day сөйлеміне назар аударайық. Өткендегідей ол күнде не істейді деген сөз. Мына бірінші does көмекші етісті қазақ тіліне аудармайды, ал мына екінші do бір нәрсе жасау, бір нәрсемен айналысу, бір нәрсе істеу деген негізгі етістік ретінде тұр. What does she do every day? Ол күнде не істейді? She goes to the cinema. Ол күнде киноға барады. Ол күнде киноға барады. Ары қарай тағы да басқа сөйлемдерге мән беріп қарайық. She does not go to the theater. She does not go to the theater, but she goes to the cinema. Ол театрға бармайды, бірақ, but деген бірақ, өткенде айтқам, ол киноға барады. Назар аударыңыздар, қызылмен тұрған жерлерге, түсіндірдім жаңа неге олай болып тұрғанына. Келесі, Tom does not live in America, he lives in Kazakhstan. Tom does not live in America, he lives in Kazakhstan. Том Америкада тұрмайды, ол Қазақстанда тұрады. The table does not have 4 legs, it has 3 legs. The table does not have 4 legs, it has 3 legs. Үстелдің 4 аяғы, егерде буквально аударсақ, үстелдің 4 аяғы жоқ, оның 3 аяғы бар. Бірақ оны қазақша дұрыс айту үшін біз қалай деп айтамыз? Үстелдің аяғы 4 емес, 3 деп айтамыз, The table does not have 4 legs, it has 3 legs. Бүгінге осы мына сабақтың 1 минут қана бөлігі алдыңғы сабаққа сыймай қалды. Мен оны жарайды 2 бөлек қылып неменеге жазамын, YouTube-қа саламын. Енді мүмкін мен осы жерге бір артикль туралы мысалдар жазып түсіндіре кетсем. Артикль мына сөздердің алдында жазылмайды. Breakfast, таңертеңгі тамақ. Breakfast, таңертеңгі тамақ. Lunch, түскі тамақ, Lunch, түскі тамақ. Dinner, кешкі тамақ. Breakfast, lunch, dinner. Осы сөздердің алдында артикль айтылмайды. I have breakfast. I have breakfast at 9. At 9 o'clock. Кешіңіздер. I have breakfast at 9 o'clock every day. Мен күнде таңғы сағат 9-да таңертеңгі тамағымды ішемін деген сөз. I have breakfast at 9 o'clock every day. Тағы да не қалай деп айтуға болады? Let's go to lunch. Let's go to lunch. Let's go to lunch. Let's деген қалай орысша біз оны давай деп айтамыз. Қазір біз қазақ тілінде де сөйтіп айта береміз. Давай түскі обедке барайық деген сөз. Кеттік түскі обедке деген сөз. Let's go to lunch. Let's go to the lunch. Немесе let's go to a lunch деп айтуға болмайды. Артикльсіз айтылатын сөздер. Let's go to lunch. Так, онан кейін әзірше енді онша осы сөздерден басқа ештеңе басыма келмей отыр. Так, тағы неме айтуға болады? Breakfast, lunch, dinner. Тағы жерде артикльдің келмейтін кездерін айтқам, мен сіздерге адамның аттарының алатынның алдында келмейді. The Марат, The Сәуле, немесе Сәуле деп айтуға болмайды. Так, одан кейін жарайды. Қазір онша аяқ астынан жазғандықтан, кішкене дайындалмағандықтан мен қазір басыма қатты ешқандай осыдан басқа мысалдар келіп тұрған жоқ. Бірақ та менің ойлап отырғаным келесі сабақтарда осы артикль тақырыбына қайтадан оралу, өйткені бұл өте күрделі тақырып. Біздің тілімізде бұл түсінік жоқ болғандықтан артикль біз көп шатасамыз.
Сондықтан да сөйлем құрағанда кәдімгідей ойланып, мен не айтқым келіп отыр, мысалы үшін бір үй туралы жазсам, ол белгісіз зат па, белгісіз зат па деп ойланып барып сөйлем құрағанымыз дұрыс. Сонымен бүгінге осы түсінікті болған шығар деп ойлаймын. Менің каналыма жазылыңыздар, ұнап жатса. Ұнады лайк белгісін қойыңыздар. Достарыңызға жарнама жасай жүріңіздер. Әзірге осы, аман сау болыңыздар.